Мы все это время говорили о карабаирах. Вы скажете, Кайырлуу күн, құрметті қазақ елі. Мені қараңыздар, біздің арналарымыздан көбінесе тарихтың өзінде орысша бұрмаламаса да орысша сөйлеп, бәрін бізге орысша түрінде жеткізіп жатыр мысалға. Сондықтан ағайындар, біз тек қана қазақша сөйлеуді талап етуіміз керек, қазақша сөйлеуіміз керек біз. Жүрген жерімізде қазақша талап етуіміз керек біз. Қандай мықты мына мысалға бағдарламаны орысша жүргізіп отыр. Мен анаудан бері байқалап жүрмін. Бұл бағдарлама бәлкім бүгін ғана қазақша беріп қойған шығар деп ойлап тұрсам, жоқ, міне үшінші күн болды байқап жүргеніме. Мынау қазақ арнасы ма, қазақ ТВ дейді. Орысша, міне. Қазақша айтып отыр ар жақта. Бер жақта орысша аударып отыр. Кімге орысша аударып отыр бұны? Кім тыңдайды бұны? Орыстар түкте бұған мән беріп жатқан жоқ, бұндай хабарларды қарамайды да олар. Орыстар көбінесе Ресейдің арналарын ғана қарайды, тыңдайды. Мен бақылап жүрмін, бүгін қарадым, міне қандай мықты бағанадан бері мағлұматтар, тарихи ақпараттарды айтты, қандай жақсы. Мысалға Украина кезінде Украина жерінде қазақ қыпшақтары жүрген. Ол Украина жерінде талай қазағымыз жүрген екен, қыпшақ кезінде. Қырымда мысалға қазақтың жаңағы несі болған, қыпшақтардың жерінде болған, қыпшақтардың жері болған. Тарихта олардың мұражайында да тұр, біздің жаңағы сауыт саймандарымыз қобызға дейін тұр дейді. Соның бәрін қазақ тілінде емес, орыс тілінде жеткізіп отыр бізге мына жақта. Мынаған мен шала білініп отырмын. Сұмдық. Намысы бар адам қазақша сөйлеуді тоқтатпасын, қазақша сөйлеуді талап етуді тоқтатпасын. Қазақша сөйлейік ағайын.